Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі сендермен өтетін сабағымыздың тақырыбы хромосоманың құрылымы, генетикалық материалды сақтаушы және тасымалдаушы ДНК жайлы түсінік. Сабақтың мақсаты белгілерді анықтаудағы гендердің рөлін түсіндіру және хромосомадағы генетикалық ақпарат ДНК рөлін түсіндіру. Сендер оқушылар білетініміздей хромосома деген терминді естіген боласыңдар. Бірақ оның қайда кездесетіні беймәлім. Шындығына келгенде кез келген тірі жасушаның ішінде хромосома кездеседі. Хромосоманың саны да, пішіні де әртүрлі болып келеді. Мысалы, мына бейнелерге қарайтын болсақ, хромосома түрлі типтерде кездеседі екен. Міне мына суретке қарайтын болсақ, мұнда пішіні X тәрізді болып көрініп тұр, иә? Мұнда болса шағындау келген екен. Мына қалған екеуінде тіпті хромосоманың типтері, пішіндері басқаша болып келгенін көруге болады екен. Сондықтан да хромосомалардың түрлі типтері болады екен. Пішіндері де алуан түрлі деген сөз. Енді қарастыратын біздің суретіміз, бейнеміз, ол хромосоманың құрылымы. Қарап тұрсақ, хромосомамыз ұсақ жіпшелерден тұрады екен. Ол жіпше дегеніміз осы хромосоманың ішінде ДНК орналасады. Дезоксирибонуклеин қышқылы. Бірақ оны кейін қарастырамыз. Ал қазір сыртқы құрылыммен танысайық. Хромосоманы. Хромосома хроматидтен тұрады екен. Міне бір хроматид сендерде көрсетілген, және екінші хроматид екінші жағында көрсетілген. Енді осы екі хроматидтер бір-бірімен центромера арқылы байланысады екен. Міне қызыл түсті көрсетілген центромера. Центромераның жоғарғы жағы, байқап тұрсаң, сәл ұзындау, төменгі жағы қысқалау. Міне сол қысқа бөлігін қысқа буыны деп атайды. Ұзын бөлігін міне көріп тұрсыңдар, оны атайды ұзын буыны деп атайды екен. Хромосомада мен жаңа айтып кеткендей, хромосома ДНК-дан тұрады дедік. Міне көріп тұрғандай, ДНК шиыршықталған жіпшелер шумағы екен. Және біреу емес екі жіпше екен. Міне бір жіпше кетеді, екінші жіпше кетеді екен. Бір-бірімен шиыршықталған спираль тәрізді болып келеді екен. Енді осы ДНК-ның бойында нуклеотидтер орналасады. Міне қарап тұрғанда нуклеотидтер. Міне бір нуклеотид, екінші қарама-қарсы бөлігінде, жіпшенің бөлігінде екінші нуклеотид. Нуклеотидтер келесі сабақтарда қарастырамыз. Бірақ та айтып кетейін, ДНК-да 4 түрлі нуклеотид болады екен. Аденин, гуанин, цитозин және тимин. Келесі, ген дегеніміз не? Ген дегеніміз тұқым қуалау ақпараты сақталған хромосоманың бір бөлігін атайды екенбіз. Міне мына тұрған хромосома болатын болса, соның бір бөлігін ген деп атайды екенбіз. Жаңа айтып кеткендей, осы хромосомамыз жасушаның ішінде кездеседі екен. Енді ДНК-ға келейік. ДНК ол қысқаша жазылған, қысқартып жазылған екен. Негізінен ол дезоксирибонуклеин қышқылынан деп аталады. Ол негізі нуклеин қышқылы екен. Біз білетініміз, нуклеин қышқылының екі түрі болады. Дезоксирибонуклеин қышқылы және рибонуклеин қышқылы. Ал осы хромосоманың ішінде дезоксирибонуклеин қышқылы болады екен. ДНК дегеніміз не екен? Тірі организмдердегі генетикалық ақпараттың ұрпақтан ұрпаққа берілуін, сақталуын, дамуы мен қызмет қамтамасыз етуге жауапты нуклеин қышқылы екен. Сонда мынау анықтамадан не түйеміз?
мына жіпшелердің бойында немесе дезоксирибонуклеин қышқылының бойында сол тірі ағза туралы ақпарат жазылған, және ол жазылып қана қоймай, сонда сақталып, оны ұрпақтан ұрпаққа берілуін қамтамасыз етеді. Міне көріп тұрғанымыздай, мына хромосоманың ішінде екі жіпшелі ДНК-ны көруге болады. Немесе мына суреттен де көрулеріне болады берілген. Жақсы. Келесі, мына логикалық тізбекті қарастырайық. ДНК, ген және хромосома бәрі бір-бірімен байланысты терминдер. Мана айтып кеткендей, хромосоманың ішінде ДНК болады дедік. Ал ген дегеніміз хромосоманың тұқым қуалау ақпарат сақталатын бір бөлігін айтқан болады. Енді осы логикалық тізбекке байланыстыра отырып, біз осы ДНК-ның құрылымын қарастырайық. ДНК-ның құрылымын жаңағы айтып кеткендей, ДНК хромосоманың ішінде жалғыз болмайды екен. Ол нәруыздермен байланысады екен. ДНК мен нәруыздармен байланыса отырып, хроматин түседі екен. Хроматиннен хромосомалар түзіледі екен. Ендеше мынандай ой түюге болады. Хромосома дегеніміз хроматиннен тұратын бөлік деп атауға болады. Немесе басқаша, ДНК мен нәруыз қосылып хроматин түседі, а хроматиннен хромосомалар түседі. Немесе тағы үшінші тұжырым, хромосома нәруыз қабықшасындағы ДНК молекуласы деп атауға болады. Сонда үшеуі бір-бірімен байланысты терминдер болып шыға келеді. Енді осы ойымызды бір кішкене түйіндейтін болсақ, сонда хромосома хроматиндерден тұрады, хроматиндер ДНК және нәруыздардан тұрады екен. Мына суретке қарап, және мына жазуларға қарайтын болсақ, мысалы лимфа жасушалары 374, сілекей безі 17, қалқанша безі 584, және басқа да цифрлар кетеді. Ол неғылған сандар деп ойлайды. Шындығына келгенде бұл гендердің сандары. Мана генге анықтама беріп кеттік. Сонда лимфа жасушаларына жауапты 374 ген бар деген сөз. Сілекей безіне жауапты 17 ген бар. Қалқанша безіне жауапты 584 ген бар. Сол секілді ары қарай кете береді. Ертеректе бір ген бір белгіге жауап беретін дейтін. Бірақ қазіргі кезде ол ой өзгерді. Ғалымдардың зерттеулері бойынша бір ген бірнеше белгіге де жауап беруі мүмкін. Немесе керісінше бірнеше белгіге бір белгі жауап, бір ген жауап береді деп айтып отырмыз. Немесе бірнеше ген бір белгіге жауап беруі де мүмкін. Сондықтан да бір ген бір белгі деген ол дұрыс емес екен. Негізінен бір ген бір нәруыз деп айтқан дұрыс. Енді сендерге берілетін тапсырма. Үйлеріңде ДНК моделін жасаңдар. Сонымен бірге 172-ші беттегі 49-ші параграфты оқып келіңдер.